Бүгін біз Шымқалаға қонаққа барамыз, сол үшін баняға түсіп, машинамызды мойкаға беріп, аяй боп дайындалдық. Өзімнің туған әпшем Жансая өзінің баласын сүндеттеген, соған құдай тамақ беріп жатыр. Соған Шымкентке біз құдай тамаққа барамыз. Ахмет деген сүндеттелген жігітке осындай аппақ джип алдық. Арасында осындай тикток трендтер түсіріп алдық. Сосын зорға дегенде жиналып шықтық әйтеуір. Бала шағамды кешке дейін ойландым, апарсам ба, апармасам ба, апарып алып менің мазамды алып отырғызбай сондай болып кете ма деп ойланып қой, алсам ала салайын деп бала шағамның барлығын алып алдым. Бірақ Шымкентке жетпей жатып уже өкіндім ғой, мына бала шағаны неге тастап кетпедім, неге няняға тастап кетпедім, алып қалам деп тұрған кезде тастап кетуім керек еді деп. Мына машинаның бычытын шығарды, жуылған машинаға вообще ұқсамайды ғой. Екі мектепке баратын балам ұйықтап барды, мына екі садикке баратында, әбетте садикте ұйықтатады ғой. Бұлар ұйықтамайды ғой. Ана қада секіріп, мына қада секіріп, арқасында сабыр, ұлжаға сабыр деп өз-өзімді зорға ұстап бардым. Жаңағы сатып алған машинамызды арқасына салып алғанбыз ғой, соған отырам деп жылайды ғой қызым. Шымкентке жеткен кезде балалар емес, мен қуандым ғой, ура, Шымкентке жеттік деп. Алдан өзімнің үшінші баламның ачукайын кескен кезде осындай джиптің тура қарасын әперген болатымын. Ол кезде 55 мыңға алған едім. Екінші мәрте сол жерден алып тұрғаннан кейін бүгін бізге 20 мың теңгеге берді осы ақ двухсотканы. Улап-шулап әйтеуір кірдік. Сосын кейін тамақ берілді, қуырдақ тамақ істеген екен, сосын кейін Құран оқылды, сосын кейін барып ең қызық нәрсе басталды. Мама, үстіп шулап-шулдыққа таластық қой. Мамам, сендер алмаңдар, мына жақта қонақтар алсын деп қояды. Әй шайға қарамай бала шағам бәрі алды ғой. Тойдың ең қызық жері осы ғой, шулдыққа таласып, бәрі әйтеуір үйіне ырымдап, әрдеңе алғысы келеді. Сосын нағашы апасы киімдер әкелген екен, ол киімдерін де көрдік. Негізі қызық отырыс болды. Өзім осындай отырыстарды жақсы көрем, қонаққа барғанды. Осындай тойлар бәрімізге жұғысты болсын деп комментарийға жаза кетіңіздер, обязательно сіздерге де жұғысты болады. Сосын кейін үлкен апаларымыз ақ батасын беріп, осындай күшті отырыс болды. Бәрінен де балдарға қызық болды. Барлық бала шаға осы машинаны айналшықтап шықпады ғой осының қасынан. Қой тұрайық деп жүрген кезімізде сағат уже 11 болыпты. Біз кетейін деп отқан кезде осындай күшті нарезка әкелді. Қауын, дарбыз, фрукты, оны да жеп алып жолға шықтық. Ал ұлжалғастың бір күні осылай өтті. Қалай сіздерге ұнады ма, ұнаса комментарийға жазып лайк басып кетіңіздер.